Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ет мүшелеуді, яғни сойылған малдың етін жілік-жілігімен бөлшектеуді көрсететін боламын. Алдымен сан етін мүшелейміз. Ол үшін ортан жілік пен асық жілік буынын ажыратып аламыз. Менде қозы еті мұздатқыштан шығарылып, бір күн бұрын жібітілген. Етті мүшелеу үшін міндетті түрде ер кісі болуы шарт емес. Осы көрсетілген видео бойынша үйреніп алсаңыздар болады. Ортан жілік пен асық жілік буыны ажырағаннан кейін жамбас пен ортан жілік араларын ажыратамыз. Аралары ажырай бастағанда еттері кітап секілденіп ашыла бастайды. Жамбас пен ортан жілік арасында без болады. Міндетті түрде етімізден бездерді алып тастау керек. Еттерін осып жібереміз. Сол кезде тұзымыз етке жақсы сіңіп, дәмдірек болады. Қазақ халқының ежелден күн көрісі мен тіршілігі 4 түрлік малға байланысты болған. Ол сойсан азық, кисен киім, мінсен көлік болған. 4 түрлік малдың бірі қой. Бабаларымыз мал өсірсең қой өсір, табысы оның көлік өсір деген екен. Қазақтың шілдеханадан бастап барлық дәстүрінде қой сойылған. Осымен біздің жамбас, асық жілік және ортан жілігіміз жілік-жілігімен бөлшектеніп дайын болды. Енді қол етіне кірісеміз. Қол еті мүшелемес бұрын қол етінде, яғни жауырында бездері болады. Сол бездерді еттен сылып, екі жерден алып тастау керек. Ол үшін видеоға мұқият етіп қарап алыңыздар. Қой етін жіліктегенде 12 мүшеге бөлеміз. Ол 2 жамбас, 2 ортан жілік, 2 асық жілік, 2 тоқпан жілік, 2 жауырын және 2 кәрі жілік болып бөлінеді. Әр жіліктің табаққа тартылу тәртібі бар. Табақ тартудың адамның беделі, туысқандық қарым-қатынасы, жасы назарға алынады. Кәрі жілік пен тоқпан жілік буынын ажыратып аламыз. Содан кейін тоқпан жілік пен жауырын буынын ажыратамыз. Жауырынның бас жағындағы шеміршегі міндетті түрде кесу керек. Еттерін ашып, кішкене осып аламыз. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе кетулеріңізді сұраймын. Каналымның дамуына үлестеріңізді аямай қоса отырыңыздар. Ол үшін төменде поделиться батырмасын басып, достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөліссеңіздер. Сіздердің лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Төменде комментарий бөлімінде қай елден, қай қаладан, сіздер қалай мүшелейтіндеріңізді жаза кетсеңіздер. Осымен біздің қол етіміздің жіліктері дайын, тоқпан жілік, жауырын және кәрі жілік болып бөлшектеніп шықты. Енді төс етіне кірісеміз. Майлы жері мен етінің арасын пышақтың көмегімен ашамыз. Әр шаңырақта күйеу балаға арнап сақталатын төс тартудың маңызы өте зор болған. Күйеу балаға төс секілді майлы болсын, туған туысына жайлы болсын деп ырымдаған екен. Осымен төстен еті ажыратылды, оны төс етек деп атайды. Төс етектен де әртүрлі дәмдеуіштер қосып, орама да жасауға болады. Қабырғаның етімен алғанда 2 қабырғасынан кесіп аламыз. Оны біз сүбе дейміз. Бұл сүбені табақ тартқанда міндетті түрде мүшелермен бірге қосып тартамыз. Қалған қабырғаны 2 данадан бөліп қойсаңыздар да болады. Мойын сүйегі 6 буыннан тұрады. Мойын сүйегінен етін ажыратып аламыз. Дүние есігін ашқан сәбидің мойны қатсын деген ниетпен қойдың мойын сүйегін жас босанған анаға беріп шаңыраққа іліп қойған екен. Омыртқаларымызды 2 данадан ажыратамыз. Белдемені де омыртқа секілді буындарынан ажыратып аламыз. Қабырғалар мен омыртқалар жілік асылғанда үстемеленеді. Бұғана, мойын, құйымшақ және тағы басқалары қазанға етпен қосылып салынғанмен көбіне бала-шағаға тиесілі болады. Ет күтімі әрбір қазақ дастарханы үшін қасиетті әрі ең маңызды ас болып табылады. Құйрық майымыздың пайдасы өте көп. Құйрық майымызды шыжғырып алып, жылы күйінде ас қасықпен 1 ас қасық аш қарынға ішсеңіз, суықта жөтелді басып, қақырығыңызды түсіреді. Ал табақ тартқанда міндетті түрде осы құйрықтан кесіп, жылтыратып саламыз. Енді жас түскен келіндерімізге немесе осы табақ тартуды біле қоймайтын жандарға арнап, аяқ асты үйге сыйлы қонақ келгенде табақ тарту тәсілін көрсететін боламын.
Ол үшін табағымызға екі мүшеден саламыз. Ол жамбас және кәрі жілік. Оған үстемеленетін белдеме, сүбе, құйрық май салынады. Егер сіздерде бас болса, міндетті түрде осыған бас қосып ассаңыздар болады. Енді келесі үйлеріңізде кәрі жілік болмай қалған жағдайда орнына асық жілік пен жамбасты ұсынсаңыздар болады. Үстемеленіп, белдеме, сүбе қабырғасы және құйрық майды қосып асасыздар. Көбіне кеу табаққа не саламыз деп сұраған жандарға ортан жілік, төс, сүбе, белдеме, құйрық майды қосып ұсынасыздар. Сіздермен болған Нұржамал. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.